Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен осы заварниктің шайдан қалған дақтарын кетіру, тазалау жолымен бөлісемін. Шай қалдықтарын кетіру үшін мен 3 ағзатты қолдандым. Нәтижесінде заварнигім жылтырап, шай қалдықтары толықтай кетті. Сіздерге де осы әдіспен жасауға кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп отырыңыз. Кішкентай ыдысқа 1 қасық ыдыс жуатын гель құямыз. Үстіне 1 қасық ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Егер ыдыс жуатын гель менікіндей сұйық болса, тағы 1 қасық ас содасын салуыңыз керек. Бізде осындай консистенция шығу керек. Кейін 1 қасық уксус құямыз. Бізде осындай реакция жүреді. Жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз дайын. Енді тазалауға кірісеміз. Осындай қарапайым тіс щеткасымен жаңағы массамызды заварникке жағып шығамыз. Сосын 10 минутқа қалдырамыз. Міне осылай барлық жеріне жағып шықтым. Енді осыны 10 минутқа қалдырамын. 10 минуттан кейін заварникті щеткамен тазалап жуып аламын. Байқап тұрғаныңыздай заварниктің кірлері шыға бастады. Жақсылап щеткамен тазалап болған соң заварникті шайып аламыз. Және сүртіп немесе кептіріп алсаңыздар болады. Кейін осылай жылтырап әдемі болып шыға келеді. Бүгінгі тазалыққа арналған әдісім сіздерге пайдалы болса, лайк баса кетіңіз және каналыма жазылып, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Осыған ұқсас видеолар алдағы уақытта өте көп шығаратын боламын. Егер сұрақтарыңыз болса және алдағы уақытта менен қандай видео күтесіздер, астына комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Міндетті түрде жауап беремін. Сіздермен әзірге қоштасқалы отырмын. Келесі видеоға дейін кездескенше.